Сәлем барлықтарыңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін көріп тұрғандай тағы да унитазға туалеттің байланысты видео болады. Енді ренжімеңіздер, керек болып қалады деп ойлаймын. Өзім қалай тазартатынымды білмей жүрген мына унитаздың крышкасын шешіп алып жуғым келді. Өйткені мына жерлер өте жуалмайсың да, щеткамен де жуылмайды, қолмен де, губкамен де, тряпкамен де жетпейді. Бәрі шет жақтарында жиналып қалған. Кірлер соларды алып тазартып жуайын десем, ол тазарту үшін бізге мына астында, унитаздың астында болт болады, соны шешіп аламыз. Екі жақтан шешіп, мына жақта болады және мына жақта болады да, болт. Соны шешіп алайық. Осында екі болт шықты, мынаны шешіп аламыз. Көрдіңіз ме, асты қалай кір. Осыны жуамыз және осыны жуамыз. Полностью тазалаймыз. Осыны кәдімгі хлормен, кометпен сықлап тұрып, қазір мен жуып шығамын барлығын. Және туалетті жуамыз, оны көрсетпей ақ қояйын. Сосын орнына қайттан саламыз. Сонда біздің унитаз тап-таза болып тұрады. Осы ғой бәрін құртып тұрған. Осы иіс шығарады да, туалетте жаман иісті шығарып тұратын. Осы матча тұрып қалады да, қатып. Одан иіс шығады. Мен еще мынаны бачокта алып астын жуам. Оны да бір күн видеоға түсіремін ғой. Оның да асты кірлеп тұр. Мына жігіттер особенно дәретке отырған кезде осылай шаптырып мына жаққа кейін ұлдары сөйтеді да, сосын конечно қалып қояды ғой. Жуамыз көзі, тап-таза қалды. Астын тоже жуып жіберсек болады. Жақтан ортасын болады. Тап-таза шықты. Туалеттің отыратын жерін қайттан орналастырдық. Менде крышкасын бөлек алып кеттім, сынып кеткен ғой негізі. Бірақ сіздерге мына жерін алып, қалай алып жууға болатынын көрсетіп, міне қайттан орнына салып тазалап қойдым. Қараңыздаршы, қандай тап-таза, сондай әдемі болып көрініп тұр. Әйтпесе алдында мына жерлерде кірлер көрініп тұратын. Мына жерде қараңыздар, тап-таза күшті. Сіздер осылай жуып қойсаңыздар болады. Енді маған унитаздың астын жуу керек бір күн алып.